Әйгілі Страдивариус скрипкасы. Паул Джонс, Америка. Мен өмірімде нағашым Майктың әлгі скрипкасын атадан қалған асыл санап келдім. Оқуға аттанардан бұрын осылай болатын, тіпті содан кейін де оның беделі ешқашан өзгерген жоқ. Көптеген әулеттердің қылыш, сурет немесе адам бейнелі құмыра дегендей асыл мұрасы болады. Не болса да ол осы әулеттің белгісі. Ол бір күн болады екен, осы отбасын байланыстырып тұратын дәнекер. Есімде қалуынша ең алғаш нағашым Майк маған скрипканы көрсетпекші болып, көнетоз қарағамын ашқанда, әлгі скрипка көздің жауын алатын әсем көк түсті аққу мамығының ішінде тұр екен. Енді нағыз әйгілі скрипканы көрдім деп айтуыңа болады, деді ол салмақпен. Скрипканың екі жағындағы пішінді тесігінен ішіндегі реңі өшкен белгісін Граммона Антониус Страдивариус әйгілі скрипкасы деген жазуды көрсетті. Бұл ең тамаша скрипка, деді ол. Скрипканы жағының астына қойып жатып, Гехри Оуэннің күйінен үзінді тартты. Онан соң скрипканы қайтадан қабына салып қойды. Ас үйде фарфор ыдыс қоятын шкаф бар еді. Үсті әлгі скрипканың орны болатын. Іс жүзінде нағашым Майк музыкант емес, су игілігі мекемесінің қызметкері. Осы маңда ел құрметіне ие болған көп үндемейтін кісі еді. Оның скрипка тартқанын тек ирландиялықтар билейтін сол бірнеше кеште немесе сол күндері ғана көруге болатын. Нағашым Майкта скрипка таланты жоқ деуге болады. Бұл жағын өзі де білетін. Әкесі ойланбастан скрипканы оған қалдырған. Әкесі табиғи түрде ол әкесінің қолынан алған. Содан ары қарай кете беріп, ең алғаш скрипканы Италиядан керекке әкелген ата-бабамызға барып тіреледі. Майк нағашымның қарындасы, менің шешем керемет әйел еді. Алайда ол ылғи істің жаман жағын ойлайтын, үнемі талай қиыншылықты басымнан кештім дейтін. Бірақ бұл сөздердің ешқандай ролы болмайтын. Өйткені әкем оның керісінше өте үміткер болатын. Сондықтан үйімізде бірін-бірі теңшеп тұратын екі күш бар еді. Әкем болкашы, ерекше шебер, тырысшаң, қажырлы неміс текті америкалық болкаш. Ол өзіне тиесілі болка дүкені болғанға дейін қажымай жұмыс істеді. Өз болка дүкені болғаннан кейін шаруашылығын тіпті кеңейтуді ойлады. Бұл іс шешемді мазалай беретін. Ол ылғи әкемнің әлгіндей ұзақ болашақтық жоспарынан алаңдап, күндердің бірінде қарызға болып, шаңырағымыз ортасына түсеме деп қорқатын. Оның назарында басқалардан 10 тиын қарыз алу намыс қана емес, қорқынышты қауіп еді. Әкемнің ең үлкен тәуекелі Ясас көшесінен дүкен ашқан жолы болатын. Үйдің алдыңғы жағын сәнді болкахана, арт жағына айна, грант үстел және үлкен аспаз желдеткіш орнатқаннан кейін мороженый дүкен етіп ашпақшы еді. Осы жоспарын суреттегенде шабыттанып, түкірігі шашырап кетті. Бірақ шешемнің өңінің барған сайын түнеріп бара жатқанын көріп, қызғындылығы да салқындан қырап қалды. Сөзімді тыңдашы, Мария, ешқандай қатері жоқ, деді әкем. Қарыз тоқтамына қол қойған ғана. Қанша қарыз аламыз? $3000. Сәті түсіп жатса 2 жылда өтеп боламын. Білесің бе, ол жер деген алтын кені. Бірақ оқыстан үйді кепілге ұстап қалса, деді шешем зар еңіреп. Қайыршы болып көшеде қаламыз, Чарлиз. Сол күні кешкі асты ерте ішіп алып, бәріміз ас үстелін қоралай отырғанбыз. Мен бір бұрышта тапсырма істеп, нағашым сол жағымда газет оқып отырған. Осы кезде ол көзілдірігін алып газетті жапты. Сөзіме құлақ салыңдар. Таласқан екі жақтың өз пікірінде қасарысқанынан артық сорақылық болмайды. Мен бұл мәселені шеше аламын деп ойлаймын. Ол орнынан тұрып, фарфор ыдыс шкафының үстіндегі скрипканы алды. Осы маркадағы скрипканы $5000 сатуға болады деп естігем. Чарлиз, оны апарып сат. Майк, деді шешем. Олай істей алмаймын, Майк, деді әкем. Саған ақша шол қажет болып тұрса, деді нағашым әкеме. Ерели қарт дүкенін жабудан бұрын оған апарып бер. Осын айтты да көзілдірігін тағып газетін қайтадан ашты. Оның қолының сәл тірілдеп тұрғанын байқадым. Бірақ даусы батыл еді. Әйтеу қартайдым, енді оны тарта алмаймын. Сонымен әкем скрипканы қолтығына қысып шығып кетті. Мен орнымда отырып хабарын күттім.
Ерелидің музыка аспаптар дүкені үйімізден 3 көше алыста болатын. Сол кезде бір есептің жауабын таба алмай отырғаным есімде. Нағашым газетін оқып отыра берді. Шешем бір жағында ине жіп жұмысымен айналысып жатты. Сәлден соң есік алдынан әкемнің аяқ дыбысы естілді. Ол адымдай басып ысқырып келе жатты. Барлығы ыңғайланған болды ғой деп ойладық. Ойламаған жерден ол үйге кіргенде қолында скрипка әлі бар еді. Ал оның біріншісі скрипканы өз орнына қойды. Осылай тұрғаны жақсы екен, деді ол. Оны сатқан жоқсың ба? Деп сұрады нағашым. Ерелидің дүкеніне кіргелі тұрсам, деді әкем. Кенет оны неге сатамын деген ойға келдім. Мұны қабына салып қойсам, 50 парақ $100 ақшаның қауіпсіз сандықта тұрғанымен тең емес пе? Ол болған соң $3000 қарыз бізге қауіп төндіре алмайды. Солай емес пе, Мәрия? Егер қарызды қайтара алмай, шынымен амалсыз қалсақ, 3 көше жүрсек мәселе шешіледі ғой. Шешем дереу жадырап сала беріп, қуанғанымды айтпа, Чарлиз, деді. Айтқаның жөн, деді нағашым байыппен. Егер шын осылай болса, қазір мынаны ресми жариялаймын. Өсиетімде скрипкадан әлі ешқандай хабар болмаса да, кішкентай Майк скрипканың мұрагері болсын. Кейін жоғары мектеп оқығанда қаражатына істетсе болады. Кейін әкемнің мөлшерінен 3 жыл созылса да, қарызды қайтарудан ешқандай мәселе шыққан жоқ. Мен орта мектепке шыққан соң, түстен кейін дүкенде көмектесетінмін. Жоғары мектепке түсуімді табиғи түрде солай болады деп қарайтынбыз. Орта мектеп бітіретін жылы жазда нағашым қайтыс болып, скрипкасы маған қалды. Сол кезде құрылыс институтына түсуге дайындалып жүрген едім. Үйдегілердің кірісі қаражатымды толық қамдай алмайтын болса да, ыдыс шкафының үстіндегі скрипканың қабы барлығына мәселе жоқ деп сендіретін. Мектепте жартылай оқып, жартылай істе орайын береді емес пе деп сұрады әкем, оны үйлеп жатқанымызда. Оған мектептің осындай көмек беретінін айттым. Меншеде ең жақсы сол, деді әкем. Жазу үстеліңнің тартпасына бір конверт салып қойдым, ішінде $200 бар. Галстугыңның астына қойдым. Осымен оқуыңды бастай аласың. Білесің ғой, ана скрипка шешең үшін өте маңызды. Әкемнің айтқаны жөн еді. Бірақ шешем сыртқа оқуға кеткелі отырғанымнан тіпті алаңдайтын. Маған жаныңды қинап істей жүріп оқымасаң да болады дегенде сол кісі. Ол маған скрипка саған тән. Оның үстіне кезінде Майк нағашының ойыда скрипканың ақшасын оқуға істету болатын дегенді айтты. Жолға шығардан бір күн бұрын әке-шешем дүкенде әбігер болып жатты. Мен скрипканы алып, Ерелидің музыка аспаптар дүкеніне бардым. Қарт Ерели ішінен шықты. Көздері қаршығаның көздерінде өткір. Скрипканың қабын ашып, оған скрипкамды көрсеттім. Қанша ақшаға жарайды? Ол скрипканы алып, қалың көзілдірігіне жақындатып қарап, $25 мен $50 аралығында. Бұл кімнің баға қоюына байланысты, деді. Қалайша, бұл әйгілі Страдивариус скрипкасы емес пе? Оның расында сондай белгісі бар екен, деді ол байыппен. Көп деген скрипкада бар, бірақ бәрі шын емес. Ежелден бір шыны кезіккен жоқ. Мынауыңа 100 жылдай болыпты, бірақ төтесін айтқанымды кешір, мынауың жақсы скрипка емес. Ол маған байыптай қарағаннан кейін, бұрын осы скрипканы көргем, сен әлгі Чарлиз Англон ұлы емессің бе, деді. Солай, деп мен жай ғана жауап бердім. Әрине, оны сатқам жоқ. Үйге алып қайтып, өз бөлмеме қойып қойдым. Кешкі ас үстінде жолға шығар алдындағы ең соңғы кешкі асым болатын. Шешемнің көзі шкаптың үстіне түскенде шошып кетті. Скрипка, деді ол кеудесін ұстап. Оны сатып жібердің бе? Әкем бір түрлі алаңдаған бейнемен қарады. Басымды шайқап, оны жүктеріммен бірге үстіңгі қабатқа қойып қойдым деп жауап бердім. Оны мектептегі жатағыма қоямын. Оны көрсем, үйдегілерді көргендей болам. Шешемнің қабағы жадырап сала берді. Бұдан сырт, дедім мен сөзімді жалғап. Сізде алаңсыз боласыз. Шұғыл ақшаға жет болып жатса, ол ақша толтырған скрипка қабы сияқты септігі тиеді. Солай емес пе, әке? Дұрыс, ақылдылым, дұрыс, деді әкем.
әдейі басын басқа жаққа бұрып.